15-16 мамыр күндері Түркістан облыстық мәдениет басқармасына қарасты Конгресс-холл көпсалалы кешенінің шығармашылық ұжымдары Алқоңыр фольклорлық ансамблі, Жаналеп театр және Самғау би ансамблі Алматы қаласына арнайы гастрольдік сапармен барды. Концерттік бағдарламада дәстүрлі күйлер, халық әндері мен авторлық туындылар орындалды. Ансамбль ұлттық мұра мен заманауи үнді тоғыстыра отырып, көрерменге ерекше рухани әсер сыйлады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Өнер ұжымы оңтүстік Астана тұрғындарының назарына Қанат Жүнісовтың алғашқы махаббат комедиялық спектаклін ұсынды. Алқоңыр фольклорлық ансамблімен қатар Самғау би ансамблі мәдени шаһар көрермендерінің қошеметіне ие болды. Құрманғазы оркестр залында, яғни бұрынғы өздеріңізге белгілі қазақ концерттің залына бір кереметтей Алқоңырдың концертін қойдық. Халықтың ықыласы деген өте керемет болды. Жалпы Алматы қаласы жақсы жылы қарсы алды өзімізді. Ол күні сол жерде біз бір қатар Алматының жан-жақтан мықты сазгерлер, дирижерлар жиналған бір сондай кеш болды. Келіп, арнайы келіп, батасын беріп, біздің Алқоңырдың жұмысын көріп, өте ризашылығын білдірді. Жаналеп ұжымының көрермен көзайымына айналған қойылымдарда алматылық талғамбас өнерсүйер қауымның ыстық ықыласына бөленді. Тіпті қазақ өнерінің аңызы Асанәлі Әшімов қойылымды тамашалап, жас артистерге өз ілтипатын білдіруі өнерге берілген жоғары баға. Біз Түркістаннан барғанда біз ол кісілердің, көрермендердің жаңағы жүрегінен орын аламыз ба деген сияқты кішкене қобалжу сәттері болды, бірақ Аллаға шүкір барып, сол жерге әуезов театрының ардагері, былайша айтқанда көркемдік жетекшісі Асанәлі Әшімов атамыз келіп, өзінің театрдан, біздің театрдың көрген қойылымның әсерімен бөлісіп, бізге батасын беріп, бұдан да жоғары спектакльдер қояды деген сенімдеміз деген өзінің жылы лебізін білдірген болатын. Шығармашылық сапардан оралған өнер ұжымы алдағы жоспарлармен де бөлісті. Мәселен, Асқар Оразханұлы басқарып отырған ұжым облыс аумағындағы аудан қалаларға гастрольдік сапармен шығуды жоспарлап отыр. Бексұлтан Мыңжасар, Өмірхан Исмаил, 77 News.